бейнені сізге Дашлейн әкелді. Құпия сөздерді тегін қолданбасы арқылы сақтау арқылы веб-сайттарға кіру уақытын үнемдеуді бастаңыз. Бұл туралы толығырақ кейінірек. Сәлем, мен Гриффин Джонсонмын. Кабинет тарихшысымын. Бүгінгі бейнебаян Вена шайқасы туралы. Бұл бейне басталмас бұрын мен оқиғаның қай уақытта болғаны туралы қысқаша айтып өткім келеді. Мен оның Османлы империясының предшественниктері, Селжұқ түріктері туралы бейнелерін көруге кеңес беремін. Бұл бейнеге сілтемені төмендегі сипаттамадан табуға болады. Бүгін 1683 жылдың 11 қыркүйегі және Вена қаласы күйреу алдында тұр. Қаланы Османның орасан зор күштері қоршап алды. Ал ұлы уәзір Қара Мұстафа Паша 1,5 ғасырдан астам уақыт бұрын ұлы Сүлеймен сәтсіздікке ұшыраған жерде табысқа жетуге дайын. Габсбург императоры Леопольд қаланы тастап үлгерді. Ал қасиетті лига деп аталатын соғысушы элементтерден тұратын көмек күштері баяу және бөлшектеп келеді. Қала ішінде кішкентай гарнизон мүшелері өздерінің қорғаныс күштерін оңай жойып жіберетін бомбаны іздеп жатыр. Жағдай шарасыз болып көрінеді және Осман империясының жеңіске жетуі әбден мүмкін. Егер қосымша күштер келмесе, бірақ бұған дейін бар болғаны 1,5 жыл бұрын Османлы мен қасиетті Рим империясы арасында кем дегенде номиналды түрде бейбітшілік орнаған болатын. Екі держава арасындағы үзік соғыстарда тыныштық орнады, бірақ оның ұзаққа созылатынын ешкім күтпеген еді. Османлылардың Габсбургтерге деген өшпенділігі ерекше болды. Эндрю Уиткрофтың айтуынша, олар жаулап алу нәтижесінде Римнің империялық өткенінің мұрагерлері Османлыларға тиесілі империялық титулды жалған пайдаланып, жексұрын басып алушылар деп есептеген. Оның үстіне түріктердің ескі реніштерін шешуге және бұрыннан келе жатқан аумақтық амбицияларын жүзеге асыруға мүмкіндігі болды. Осыдан 1,5 ғасырдан сәл астам уақыт бұрын ұлы Сүлеймен Вена түбіндегі Габсбургтерден жеңіліске ұшырады. Ал Османлы бұл қорлайтын шығынның кегін алмайынша тынышталмайды. Осы мақсатта іскер Османлы қолбасшысы Қара Мұстафа Паша Австрияға басып кіру жылдам әрі батыл болуы үшін жеткізу желілерінің бір қалыпты жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін жолдар мен көпірлер салу арқылы инфрақұрылым салу бойынша ұзақ науқанды бастады. Османлы 1529 жылы алғашқы шапқыншылығы кезінде мұны елемеді. Бірақ неге дәл осы уақыт Габсбургтерге соққы беру үшін ең қолайлы болды? Біз 3 негізгі себепті анықтай аламыз. Міне, солардың бірі. Австрияның экономикалық қиындықтары 30 жылға созылған соғыстан кейін басталды. Бұл қақтығыс Австрияны ғана емес, Еуропаның көп бөлігінде қатты сілкіндірді. 2 жаста Венгриядағы Австрия-Осман шекарасындағы қақтығыстардың шиеленісуі және 3 жыл мен фантастикалық ұмтылыстары бар құлшынысты ұлы вазирмін. Османлылардың кең ауқымды шапқыншылықты жоспарлап жатқаны белгілі болғаннан кейін император Леопольд және оның қарамағындағылардың көпшілігі қаланы қоршауға алған жағдайда қосымша күш жинау үшін Венадан қашып кетті. Өйткені австриялықтар бұған дайын емес еді. Османлы шабуылымен бетпе-бет келу. Бірақ тәжірибе қалған қорғаушыларға жақсы сабақ берді және шабыттандыратын және табанды австриялық қолбасшы граф Эрнст Рудигер фон Старнбергтің басшылығымен олар Венаның онсыз да әсерлі қорғанысын күшейту үшін тез жұмысқа кірісті. Қала биіктігі 200 футқа жуық қабырғалармен қорғалған және османлылар шайқаста пайдаланған салыстырмалы түрде шағын далалық зеңбіректерден асып түсетін қуатты артиллериямен жабдықталған үлкен, дерлік алынбайтын бекініс болды. Алайда түріктердің қоршау жоспарларының қаншалықты әдістемелік болғанын айтып жеткізу мүмкін емес. Қара Мұстафа 1683 жылдың жазының ортасында 150-ге жуық адамнан тұратын отрядпен келгенде, ол кез келген құрылысты тікелей қала қабырғаларының сыртына тұрғызуды және өз әскерлерін қорғау үшін траншеялардың кең желісін салуды бұйырды. Қорғаныс атысының кесірінен адамдар, Венаның қорғаушылары қала ішінде қамалып қалды. Дегенмен, тағы да үлкен Вена қабырғалары османлылардың бұл саңлауды бұзуына жол бермеді. Бірақ ұлы уәзірдің жоспары бар еді. Ол өз сарбаздарының отрядына қабырғалардағы стратегиялық нүктелердің астына үлкен жарылғыш миналар орнатуды бұйырар еді. Түріктер бұл әдісті Критте сәтті қолданғанымен, бұл қымбат және уақытты қажет ететін әдіс болды. Император Леопольд османлыларға қарсы күресті крест жорықтарының жалғасы ретінде ұсынып, басқа христиандық державалардың қолдауына тез ие болды. Рим папасы Иннокентий X-нің қолдауымен, ол және оның таңдаған әскери қолбасшысы лотарингиялық Чарльз Польшамен, Литвамен,
Венециямен және басқа да бірқатар елдермен одақ құрды. Неміс князьдіктерінен олар ақырында қасиетті лига деп аталады. Осындай үлкен және алуан түрлі одақ құру оңай шаруа емес. Сондықтан 90-ға жуық адамнан тұратын қасиетті лиганың күштері кешке кешігіп келді. Неміс және империялық әскерлер сайып келгенде, ұтқырлығына қарамастан, халық тығыз орналасқан орманды жерлерде қозғалу қиынға соғатын ауыр поляк атты әскерлерінен бұрын келеді. Мұндай кешігулер өте қиын болды. 11 қыркүйекке қарай Қара Мұстафа қабырғадағы екі негізгі қорғаныс нүктесінің бірін қиратып, дауылмен басып алды. Австриялықтардың жағдайы минут сайын қиындай түсті. Келесі күні таңертең ерте, қасиетті лиганың күштері қаланың сыртындағы Каленберг деп аталатын үлкен төбенің басына орналастырыла бастады. Сол жақта императорлар, ортасында немістер және оң қапталда поляктар болуы керек тесік болды. Бұл шайқастың мерзімінен бұрын басталуына кедергі болмады. Байланыс таңғы сағат 4-тер шамасында орнатылып, түрік армиясының көп бөлігі көмек көрсету күштерімен күресуге бағытталды. Императорлық және неміс әскерлері төмендегі османлылардың бірнеше рет атты әскер шабуылдарын тойтару үшін тығыз мүшкет қатарлары бар қорғаныс шебін құралды. Бұл биік жерді өз мақсаттары үшін пайдаланды. Италиядағы қоршаудағы армияның ең жақсы дайындалған бөлімшесі 18 000 адамдық янissарлар отряды екінші қорғаныс шебінің құлауы кезінде қалаға шабуыл жасау үшін тылда қалды. Өткенге көз жүгіртсек, Қара Мұстафа поляк шапқыншылығына дейін Колумбиядағы қасиетті лигаға қарсы күресу үшін барлық янissарларды жібере алмады. Әскерлердің толық құраммен келуі оның өлімге әкелетін қателігі болуы мүмкін. Ақыры түсте поляк атты әскері келді. Ал Қара Мұстафа бірдеңе дұрыс емес екенін түсіне бастады. Оның бір күн бұрын қабырғаға салған бомбасы жарылған жоқ. Әлде бір ескі ақ-қара мультфильмдегідей, Вена гарнизонының әскери қызметшілері сақтандырғышы әлі жанып тұрған құрылғыны тауып алып, содан кейін үрейленіп, жалынды сөндірген болып шықты. Алайда бұл күн қасиетті лига үшін әлі жеңіске жеткен жоқ. Әлі де сан жағынан басымдыққа ие болған османлылар жағдайды бағалап, көмек армиясымен бетпе-бет күресуге бел буды. Қасиетті лиганың мүшелері жау күштерінің жаппай шабуыл жасау үшін қайта жинала бастағанын бірден түсінді. Сондықтан Османлы әскерлері әлі ұйымдастырылмаған кезде өздері ортақ шабуылға шақырды. Себес патшасы Ян Аяй осы сәтті көптен күтті. Батыс Еуропаның барлық әскери қолбасшыларының ішінде оның османлылармен шайқаста ең көп тәжірибесі болған. Ол олардан көптеген ауыр жеңілістерге ұшырады және көптеген ұлы жеңістерге қол жеткізді. Олардың арасында бұл оның ең үлкені болады. Ол үшін ол мәңгі есте қалады. Кешкі сағат 6-да Ян қасиетті лиганың басқа 15 атты әскерімен бірге 3 поляк қанатты гусарын жинады. 18 минуттан кейін адамдар Колумбургке басып кіріп, Османлы қорғаныс шебін қиратты. Шу саңырау болды. Балшық осы алға жылжып келе жатқан әскерлердің артынан жердегі дауыл сияқты домалап кетті. Бұл адамзат тарихындағы ең үлкен атты әскер шабуылы болды және оның алдында Қара Мұстафа пашаның күштері бытырап кетті. Собиескийдің шабуылы шайқастың ең шешуші сәті болды. Нәтижесінде қоршау бірнеше сағат ішінде жойылды. Түркияның соғыс әрекеті сәтсіз аяқталды және қасиетті лига Венгрияның көп бөлігін басып алуды жалғастырды. Бұл шайқас Османлылардың Батыс Еуропаға басып кіруінің аяқталуын және Осман империясының баяу құлдырауының басталуын белгіледі. Ол шамамен 2,5 ғасырдан кейін оның көңілсіздігімен аяқталды. Енді демеушіміз Дашлейннен бірнеше сөз. Егер Қара Мұстафа